Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын етті бәліштің рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен 2 жұмыртқамызды ыдысымызға жарып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып алған жұмыртқамыздың үстіне қаймағымызды да салып, екеуін жақсылап араластырып алатын боламыз. Екеуі жақсылап араласқаннан кейін үстіне дәміне қарай тұзымызды салатын боламыз. Тұзымызды салып алғаннан кейін бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып жақсылап езетін боламыз. Езіп алғаннан кейін үстіне қопсытқышымызды салатын боламыз. Қопсытқышымызды салып алғаннан кейін електен өткізілген ұнымызды асықпай жай-жайден салатын боламыз. Ұнымызды салғаннан кейін қолға жабыспайтын өте жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қолға жабыспайтын қамыр илеп болған соң морозилкаға 15-20 минутқа салып қоямыз. Қамырымыз дайын болғанша енді салмасын әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге фарш қажет. Фаршымыздың үстіне жуамызды саламыз. Қалауларыңыз бойынша картошканы турап салсаңыздар болады. Және дәміне қарай тұз салатын боламыз. Қалауларыңыз бойынша түрлі дәмдеуіштерде қоссаңыздар болады. Дәмді болып шығады. Барлығын жақсылап араластырып, дайындап қоямыз. Ал енді дайын болған қамырымызды шығарып, 2 бөлікке бөліп, бір бөлігін жақсылап жайып аламыз. Қамырымызды қатты қалың емес, қатты жұқа емес, орташа сантиметрде жақсылап жайып аламыз. Дайын болған қамырымызды табамызға пергамент қағазын төзеп, жақсылап орналастырып аламыз. Жақсылап орналастырып алған соң, дайындап қойған салмамызды ішіне салатын боламыз. Салмамызды жақсылап орналастырып салғаннан кейін, екінші дайындап қойған қамырымызды жаюға кірісеміз. Бұл қамырымызды да қатты жұқа емес, қатты қалың емес, орташа сантиметрде жайып аласыздар. Бұл бөлігі бетіне қолдануға керек болады. Дайын болған қамырымызды салмамыздың бетіне орналастырып, жан жағын бекітетін боламыз. Жан жағын жақсылап бекітіп алғаннан кейін, ортасына ауа кіріп тұру үшін кішкене тестеңіздер болады. Және бетіне жұмыртқа жағамыз. Қалауларыңыз бойынша күнжіт немесе мак сепсеңіздер болады. Мен күнжіт септім. Біздің бәлішіміз дайын болды. Бәлішімізді 160-180 градуста 1 сағатқа пешке салып пісіріп аламыз. Бәлішіміз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Назым. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге оңай және дәмді рецепттер бөлісетін боламын.